Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Бүгінгі видеомызда сіздермен осындай бантиктерге қатты қатырма дайындаймыз. Бұндай қатырма жасау өте оңай. Осындай дөңгелек пішіндермен жасайтын боламыз. Бұндай не мақсатта қолданамыз? Сату мақсатында қолдансақ болады, әдемі көрік беру үшін, сыйлықтар жасаған кезде үйден өзіміз қолымыздан осындай қатырма қағаздардан дайындаймыз. Ол үшін мен дөңгелек пішін жасайтын стакан алдым, қарындаш және осындай картондар пайдаланған болатын. Сіздер өз үйлеріңізде бар түрлі түсті картон қағаздар, жылтыр, кез келген өзіңіздің қалауыңызбен қатырма қағаз алсаңыздар болады. Бастысы ол пішінді ұстап тұратын қатты болуы шарт. Мен қолданған қатты картоннан біреуінен 3-4 қатырма дайындауға болады. Дөңгелек пішіндерді сызып алған соң, оны әдемілеп қиып шығамыз. Сіз өз кезегіңізде кез келген фигураны алсаңыз болады. Ең бастысы ол біздің бантығымыздың пішінін сақтап, әдемі көрік беретіндей болу қажет. Дөңгелегімізді әдемілеп кесіп алғаннан кейін сызғыштың көмегімен мен ортасынан 3-4 см етіп видеодағы бойынша сызып шықтым. Және сол сызба бойынша 3 см бұл жерде сызбаны қиған болатын. Сол кезде менде резинке кіргізетін орын болды. Егер де сізде заколка болатын болса, дәл ортасынан 2 тесік қалдырсаңыздар болады. Және осылай жасағаннан кейін бантты ортасынан ұстап тұрып, резинкенің кішкене бөлігін кіргізіп, оны тартып, қалпын сақтаймыз. Одан әрмен бантқа әдемі көрік беріп, оны реттеп, өзіңіздің қалауынша пакеттерге, қорапшаларға салып, сыйлықтар жасасаңыздар болады. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Өз қалауынша жасап алыңыздар.